Ассалаумалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгін көптен күткен сұхбат. Қош келдіңіз, рахмет осындай сұхбатқа келіскеніңізге. Дәрігер, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, аға? Жаңабай Жаңғырұлы. Жаңабай Жаңғырұлы. Иә, енді саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Врач, инфекционист, педиатр, реаниматолог, реанимацияда жұмыс жасағанмын. 27 жыл реанимацияда. Қазіргі таңда жеке кабинетімде жұмыс жасап жатырмын. Инфекционист, педиатр, психолог, гепатолог, психологиядан да. 35 жыл тәжірибе бар ғой? Енді 88 жыл оқу бітірдім, 35 жыл тәжірибе. Өзіңіздің жеке орталығыңыз бар еше, да? Иә, қазір сол 2019-дан бері қазір жеке қабылдауым жүргізіп жатырмын. Бүгін аға енді еркін отырып осы ата-аналар маған неше түрлі сұрақтар қояды. Тікелей эфирге кіремін ғой. Массажға сұрақ қойдым. Педиатрға қатысты, невропатологқа қатысты неше түрлі сұрақтар қояды. Күте тұрдым да деймін ғой. Бұйырса ағаммен сұхбат жүргізейін деп жатырмын. Сол кісілердің сұрақтарын жазып алдым. Керек-ау, маңызды қазір кездесіп жатқанда. Соны жайлап бір шеттен сізге қояйын. Достар, ең алдымен давайте видеоға лайк басып кетейік. И тіркелмеген болсаңыз подписаться деген кнопканы басып тіркеліп кетіңіз де. Бұдан да күшті сұхбаттар болады алдағы уақытта. Бұйырса бүгінгі сұхбат өте қызықты болады, пайдалы болады сіздерге. Ағана бірінші сұрақтан бастайық. Қазір енді көп кездесіп жатқан жөтел, коклюш жайлы не айтасыз? Жөтел көп болып отыр балдарда, білесіз ғой? Көк жөтел. Иә, жөтел. Орысша айтқанда коклюш дейді оған. Енді инфекциялық ауру, оның өкінішке орай қазір өте кең таралып жатыр. Халықтың арасында, балалар арасында көбінесе 7 жастағы балалар, жасқа дейінгі балаларды қамтиды. Енді бұл бактерия деген өзі бактерияда туындырады, сол ауруды қоздыртады. Енді оның бір қазіргі неге көкжөтелдің осындай көп белең алып кеткен себебі бұл ғана екпеге байланысты. Бұл вакцина управляемый инфекция ғой. Екпенің бізге өкінішке орай қазір соңғы жылдары өте екпеден бас тарту көбейді ғой. Соның салдарынан бізде қазір коклюш көп. Енді коклюштың микс инфекция қазіргі таңда бізде қызылша да бар ғой. Ең бірінші осы Жаңаөзен қаласында, осы Маңғыстауда мен жаңылыспайтын шығар бірінші коклюшті мен қойдым деп. Себебі деген осыдан неше 5-6 ай бұрын маған бір пациент келіп, үлкен ересек әйел осындай симптомдарымен келгенде, еш жерде барлық жерге барған симптомдары диагноз дұрыс қойылмай, симптомдары бірақ коклюшқа, көкжөтелге сәйкес келгесін. Сосын мен Атырауда, біздің Атырау маңында коклюштың бастаған, эпидемияның бастаған сол жақта болды. Бізде бірен-саран адам болды, бірақ ешкім диагноз қойған жоқ. Сосын мен бірінші диагноз қойып, оны санэпидстанция маған неге коклюш қоясыңдар деп, әлі жоқ қой, бұл қайдан қайықтың коклюші деп, ақырында оны дәлелдеп, содан кейін мынау өршіп кетті ғой. Қазір қайта кішкене бәсеңсігені. Енді әрине коклюштың тіпті деген мына кішкентай жаңадан туылған 1 ай, 2 ай, 3 айлық балдарда да болып жатыр. Сол 2 айлық, 3 айлық балалар жөтеледі. Мысалда, ол сол прививканың алмаған себебінен ба сонда? Әрине. Себебі коклюштың өзі прививка бізде ұлттық не бар, национальный календарь бар бізде. Осы Қазақстанда қабылданған. Бір айта кету керек, енді біз кішкене алға кетіп қалған шығармыз. Мына вакцинация жөнінде алғанда, бізде Австрия, Ұлыбритания, Еуропа елдеріндегі дамыған елдер бар ғой, Франция, Италия, сол елдердегі Норвегия, Нидерланды, сол елдердегі ұлттық национальный календарь дәл біздікіндей бірдей. Тіпті оларда көп вакцинация. Олар ротавирусқа қазір вакцинация егіп жатыр. Ветеринарный оспаға да егіп жатыр. Бізде сол вакцинация, национальный вакцинация бойынша бізде 2 айында уже егілу керек еді. Балдарға. Егілмей қалған балдар, сосын ол... Қазір көбісі отказ жазып жатыр ғой, вакцинаға байқасаңыз. Алғысы келмейді. Мысалда. Оған не айтасыз оларға? Алған дұрыс па, міндетті түрде алу керек па? Енді қараңыз. Кері байланысы бар деп қорқады мысалы біреулер да енді. Неше түрлі әңгімелер шығып жатыр ғой вакцинаға. Өте дұрыс. Оны алмағаныңда, алмай вакцинациядан, екпеден бас тартқаныңда бірде-бір себептері бар ғой. Енді жалпы алып қарағанда, мына вакцина управляемый инфекциялардың барлығы бізде соның ішінде қазіргі болып жатқан қызылша. Қызылша қазір өріп кетті ғой, неге? Себебі вакцинация өте төмен вакцинация. Ал енді неге? Вакцина бізде деген натуральный оспа деген ауру болды. Құдай сақтасын, оның деген смертності, летальності очень высокий болды, өте жоғары.
Соған қазір вакцинация ендірілді де, қазіргі таңда 20 ғасырдан бастап ол вакцинация натуральный оспаға жоқ. Себебі вакцинамен. Мысалы, менің өзім тәжірибемде 88 жылдан бері, мен 92-ден бері реанимация жұмыс жасадым, бізге жылына 6-7 адам гепатит Б-дан қайтыс болатын еді. Гепатит Б-дан. Қазіргі таңда 10 шақты жылдан бері, 15 шақты жылдан бері бізде вакцина гепатит Б-ға ендірілді де, Құдайға шүкір, қазір гепатит біз тоқтады. Гепатит А, мен Жаңаөзен қаласына келгенімде 96 жыл, бізде деген 2 жылдан кейін бізде гепатит А деген ауру болды, гепатит сары аурудың. Сол өршіп бізде 2000 адамға дейін ауырды. Соның 2000 адам ауырғанда қандай асқынулар болды. Бізде енді болған сайын, инфекция болған сайын, қазірдің өзінде мысалы көкіріш пен қызылшадан өкінішке орай өлім де бар. Оның себебі бұл көп болған сайын асқыну көп болады. Иә, қазір қызылшаға бір оралармыз. Мына енді жөтелген жағдайда не істеу керек? Мысалы 2 айлық, 3 айлық балдар немесе 5 айлық балдар мейлі 1 жасқа дейін олар жөтеледі ғой. Қандай әрекет жасаған дұрыс? Или дәрі ішу керек па? Біріншіден оған диагноз қойылу керек. Тәжірибелі дәрігер бұл көкіріш па, көкжөтел ме, басқа ауру ма? Жөтелдің де дифференциациясы көп қой. Енді көкжөтелдің өзінің реприз деген несі бар, өзіне тән белгісі бар. Ол жөтел булығып жөтеледі бала. Әсіресе түнге қарай күшейеді жөтел. Құрғақ жөтел бар. Құрғақ, соңынан сілекей, аузынан сілекей ағып, жаңағы тұншығып бала. Сол кезде біріншіден ең ерте бастасаң, жаңағы айтады ғой, бірінші сол көкірішті жеңу үшін бір антибиотик қолдануымыз керек. Антибиотик қолданады, себебі ол деген бактерия вызывать етеді ғой. Бірақ 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, мен 2 айдан бері жөтеліп жүр, 1 ай болып жөтеліп жүр деп маман жаңа ата-аналар келді. Кеш қалады да. Кеш қалады, себебі деген сол кезден 1 аптаға жеткізбей, 4 күнге жеткізбей, несін жаңағы алуымыз керек, вакцинациясын алуымыз керек. Мысалы, жөтеліп басылса, ешқандай дәрі қолданудың қажеті жоқ қой, бірінші тексеріп алу керек қой да. Әрине жөтелгенде мына біздің дәрігерлер қазір эпидемия көкіріш кетіп жатыр ма? Бірінші приемға келген дәрігерде бірінші санасында көкіріш болу керек. Ойында, осы көкіріш емес еді. Иә, дифференциация қалай сұрау керек, қалай жөтеледі бала, түнде қалай жөтеледі, буылға ма, қызара ма, құса ма, реприз деген болады, анау із-ізден жөтеледі бала, көгеріп. Болды, сосын ютубтан мысалы көкіріштің видеосын көрсетіп, осындай ма жөтеледі деп сұраған, ойбай, дәл осындай деп айтады мысалы мама, кімдер, ата-аналар. Сонда анализге қарамай уже өзінің емін қолдана беру керек. Тез қолдансаң, уақытына ерте қолдансаң, онда тиімді болады ем. Түсінікті. Рахмет ағана, жөтел жайлы кішігірім айтыр, түсінікті болды деп ойлаймын ата-аналарға. Мына енді қызылшаға оралсақ, қазір қызылшада көр көп болып отыр ғой балдарда. Көр көп болып отқан жоқ, бұл деген эпидемия. Қазақстанда эпидемия деген мына бүкіл Қазақстанға тарқап кеткен ғой. Енді оның 4 ай, 5 айдай. Біріншіден қызылша ол вакцина управляемый инфекция. Бұрын біздің кезімізде қызылша деген біздің жасымызда 20 ғасырдың 80-ші жылдарда, 90-ші жылдарда қызылша болған жоқ. Себебі ол уақытта вакцинация болды. Қазір екпенің бірден әлсіреп кеткеніне байланысты қазір қызылша көп. Маған мысалы көбісі алмай жүр ғой, содан кейін. Мысалы 20 адам келді, 20 адам келсе, мен сұраймын, сіз екпе алдыңыз ба деп. 20 адамның біреуі ғана екпе алған болып саналады кейде болады. Көбісі алмай жүр да, екпені. Жаңа айттық қой, басында әңгіменің басында айттық қой, бір екпеге қарсы бас тартқан көп. Енді қызылшаның өзі тез жұғады. Тез жұғады да. Мысалы бір үлкен адам жұғады, бөлменің ішінде қызылшамен ауырған бала келсе, бір 5-10 минут отырса болды. Уже 90-95% қасындағы балдарға жұқтырады. Высококонтагиозный ауру. 10 күннен кейін, 1 аптадан кейін басылады дейді ғой. Жоқ, оның инкубационный период қой. Ол аурудың жасырын кезеңі. Ол аурудың жасырын кезеңі 3 аптаға дейін барады. 3-4 күннен кейін, 5-6 күннен кейін бастамнан сол уақытта басталады. Енді ата-аналарға түсінікті болсын, қызылшаның бірінші белгілері қандай болады? Ең бірінші қызылша продромальный периодта қыздырады бала. Температура береді бірінші да? Бір жаманы температура түспейді. 3-4 сағатқа көтеріледі, қайта басталады. Оны температурасын түсіресің, қайта басталады. Содан дәрігердің өзі приемға келгенде уже белгілеріне білу керек, жөтел басталады. Қызыл жөтел. Қызылшада жөтел басталады да? Жөтел болады, жөтелі өте қатты. Бет-аузы қызарып, сосын мына құлақтың артынан бөртпе басталады, пятнистый популезный сып дейді. Сосын мына ұртының ішінде Копликова, Филатова деген ақ мане карс сияқты белгілер болады, кішкентай нүктелер.
фарингит, жаңағы тамағы қызарып, бала жөтеліп, қызуы түспей, көзі қызарып, көзінен конъюнктивит болып, ең жаманы қазіргі кезде қазақшадан асқыну болып жатыр. Өкпе, ларингит асқынады. Құдайға шүкір энцефалит көріп жатқан жоқпыз, бірақ енді асқынулар бар. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша ауруханаларда, төсек орындарында өте көп бала жатыр. Жаңа енді басталып жатқан білген жағдайда дәрі бірдеңе беру керек пе, или бірден дәрігерге бару керек пе? Енді әрине дәрігерге барып диагнозын қойдыртқан жүріс. Енді қазір енді деген келіп жатқан ата-аналардың да өздері ақылды, өздері де диагноз қойып жатыр ғой. Себебі деген қалада көп қой енді. Мен өзім мысалы массажист болсам диагноз қоя алмаймын мысалы да, балаға да. Негізі әрине дәрігерге жүгініп, себебі деген мына лихорадка болғанда, әсіресе қызылшада көбінесе лихорадка болады ғой, мысалы қызу. Соның екі түрі бар. Біреуі белый лихорадка, біреуі красный лихорадка дейді. Сол белый лихорадкасы өте қауіпті. Қол аяғы мұздап кетеді баланың. Біздің ата-аналарымыз кейде жаңылысып, соны спиртпен жаңағы арақпен сылап атады да, ол дұрыс емес. Жаңағыдай бірден белгісін көрсе, уже больницаға барған дұрыс. Енді дәрігерге барған жөнді, себебі деген өзінің нақты өзінің нұсқамасын несін береді ол рекомендациясы. Мына осы баланың сарысы жайлы айтасыз, туған кезде бала. Оны енді ол физиологический желтуха дейді. Ол физиологический желтуха 10 күн әрі кеткенде 14 күнде кету керек. Оны тек қана фототерапиямен, лампының астына салып, күннің көзіне барып, жаздың күнде болса. Жоқ, дәрі-дәрмектер оған көп көмектеспейді. Физиологический желтуха ол өзінен кетеді. Ол қаупі жоқ. Кетпеген жағдайда, созылмалы болған жағдайда оның анализ тапсырасыңыз. Билирубин 260-тан 200-ден асса, оны әрине жаңағыдай тамырдан тамызып, сосын жаңағы холестаз болуы мүмкін, әртүрлі дифференциация жасау керек. Көбінесе фототерапия дейді. Жаңағы билирубинді не прямойдан прямойға өткізіп, токсический воздействиясын, билирубиннің токсический воздействиясы бар. Ядерный желтуха деген вызывать етуі мүмкін да. Соны алдын алу үшін әрине оған анализ тапсыру керек болады, общий анализ. Кейбіреулерге фотолампа көмектеспей жатады да, сол бір дәрі жазып беретін, атын ұмытып тұрмын мен дәрі. Ол жаңағы урсафалик, хафитол, урсасан деп отқан урсафалик қойын, дюфолак. Оны маған келеді, бір ай желтухасы жоқ. Мен оны әрине ондай жағдайда біз түбегейлі тексереміз баланы. Анализінде мысалы цитомегаловирусный инфекция деген бар. Сол болған жағдайда анау созылмалы түрде болады. Жалпы физиологический желтуха 10 күннің ішінде 14 күннің ішінде кету керек. Баланы нәресте роддомда, перзентханада босанғанда бірден емізу керек мал жібімен. Кеш емізгеннің жағдай салдарынан да кейде сондай физиологический желтуха созылып кетуі мүмкін. Түсінікті деп ойлаймын ата-аналарымызға. Келесі сұрақ, диатез жайлы сұрап жатыр екен ата-аналарымыз. Енді диатездің деген мысалы бетіне шығады, басына шығып кетеді кейбіреулерінше, қайызғақ сияқты болып диатезда. Осы беті құрғақ болады кейбіреулердің да. Бұл енді Махамбет былай ғой. Жалпы диатез 3 түрлі болады. Эксудативный катаральный, гипопластический диатез болады. Сосын артритический диатез деген болады. 3 түрі болады. Оның деген ең жеңілісі эксудативный катаральный диатез, онда эксудативный катаральный диатез жаңа ең соңғысы нервно-артритический диатез дейді. Жаңағы эксудативный катаральный диатез мына екіқабат кезінде, например, шешесі өзі бір жерік болса, бір тәттіге, я болмаса бір цитрусовыйға, иммунный системасына әсер етуі мүмкін. Ол кішкене болады. Ол енді эксудативный катаральный диатез балдарда бетінде мынандай қызарма, бетінің шашында гнейс деген пайда болады. Енді оның барлығын қалай? Сізге келе ме сондай? Келеді, ондай балдар болады. Бұрын көп еді, қазір енді бұрын онша көп емес, жалпы бар. Қандай ем айтасыз? Біріншіден бала емізіп жүрген мамасына, анасына гипоаллергенный диета. Әсіресе тәтті жағынан. Тәтті жағын тыю керек өзін. Мысалы біз кейде деген анализін, шешесінің анализімен баласының анализін салыстырмалы түрде қараймыз. Иммуноглобулин Е, эозинофилдер көбейіп кетсе, біз әрине гипоаллергенный диета береміз. Бетіне арнаулы өзінен кремдері бар, не стероидный кремдер. Стероидный кремдер жаңағы гормональный кремдер жағып жүреді, ол кішкене енді дұрыс емес, не стероидный кремдер бар. Сосын құрғақ болғанда липикар деген. Денесі құрғақ болады сол уақытта біз мына өзінің арнайы аптектерде өзінің құрғақты ылғалдандыратын кремдер болады. Мен қазір атауын айтпай-ақ қояйын, мысалы липикар. Май жақса болады ма құрғақ? Жоқ, енді майды порларды жауып тастайды. Баланың порларын жауып тастайды да. Арнайы кремдер жаққан дұрыс дейсіз ғой, арнайы өздерінің кремді, сосын арнайы өздерінің сулары болады.
солар жағуға болады. Мен ол экзудативный катаральный диатездің асқыны ол атопический дерматитқа апаруы мүмкін. Детский младенческий атопический дерматит деген бар. Аллергический дерматит деген бар екен да? Сол енді атопический дерматит сол. Аллергический дерматит, атопический. Жалпы олардың барлығы 3, 4, 5, 6, 7 жасында адамның иммунитеті қалыптасқаннан кейін өз-өзінен кетеді. Тек қана көмектесу керек, көбінесе гипоаллергенді диета. Бізде шоколад, конфеты, пепси, кола, спрайт, 4-5 жасындағы балдарға береміз ғой, чупа-чупс дейді. Вот солар шектеу керек бірден. Шектеп, сосын ұйқыны жөндесе, соның өзі де жаңағы атопический дерматитті басады. Баланың ұйқысында жөндеу. Бірақ этиологический факторы оның лямблиозда болуы мүмкін, құрт. Оны да тексереміз, оны тексеріп қарау керек. Асқазанын тексеру керек, хеликобактер жоқ па екен. Енді оның ар жағы түбегейлі зерттеу керек қой. Түсінікті, диета жайлы түсінікті деп ойлаймын. Мына келесі сұрағымыз, ДТР-ді қанша айға дейін берсе болады? Без анализ жалпы ДТР нормада неше болу керек дейді. Өте жақсы сұрақ. Жалпы балада 20, 40, 50, 60, 80 сол енді несі максимальный уровень 80, 100-дің төңірегінде, бірақ 100-ден асырудың қажеті жоқ. Жалпы витаминді ол витамин Д болып саналғанменен ол гормон болып саналады. Ол гормон, енді оны деген ғалымдар зерттеген, ол гормонның қатарына да кіреді. Себебі ағзаға өте көп әсері бар. Сонда ДТР-ді анализ тапсырмаса да бере беруге болмайды ғой, анализ тапсырып беру керек пе, или қалай? Енді былай болады. Біз кез келген бала енді жаңа туа салысынан анализ тапсыра бермейді ғой. Профилактикалық доза деген болады витамин Д-ның. Профилактикалық доза 500-ден 2000-ға дейін. Масляный раствор. Оның 2-3 түрі бар: спиртовый, водный, масляный раствор. Сол масляный растворы, мысалы, iHerb-та бар ғой қазір. Масляный растворлар тамшысында жазылып тұрады. 500 деп тұрады, 1000 деп тұрады, 2000 деп тұрады. Международный единица. Соны балаға 2 аптасынан бастап туылғаннан кейін сіз арқайын алаңдамай бере беруіңізге болады. Бірақ туылғаннан кейін 2 аптадан кейін бере беру керек. Себебі бала шошынып бастайды, рахиттің белгісі. Витамин Д төмен болса, қандай ауруға апарады? Рахит. Оны қазақша мешел дейді. Дұрыс айтасыңыз. Тершең, шошиды, шаш түседі, неге жастыққа шаш түседі, баланың іші кебеді. Сол ДТР-дің жетіспеушілігінен ғой бәрі уже. Дұрыс айтасыңыз. Себебі қыстың күні мысалы бала туады. ДТР қашан жетіспейді? Күннің көзінен теріден өтеді ғой, ультрафиолеті. Сонда мына теріде витамин Д қалыптасады. Соны организмге сіңіп, неге сүйекке бару керек. Тек қана ол витамин Д. Әсіресе қыстың күні туылатынырақ берген дұрыс дейсіз ғой, иә? Жалпы тек қана қыстың күні емес, бірақ қыстың күні туылған балаға бірден беріп бастаса болады 2 аптадан кейін. 2 аптадан кейін. Енді жаңа длительный сіз айтып отырсыңыз ғой. Қай уақытта біз қанша уақытқа дейін бере аламыз деп. Мысалы, витамин Д-ні сіз профилактикалық дозада бердіңіз, бала 1 айға, 2 айға толды, сіз анализ тапсырып көріңізге болады. Өзінің анализінде витамин Д-ның қанында несі мөлшері тұрады. Мысалы, 20 дейді, біреу 10 дейді, біреу 4 дейді, біреу 60 дейді, біреу 40 дейді. 40, 60, 50 жаңа айтқандай норманың төңірегінде да. 20-дан төмен болса, ол дефицит уже. Дефицит. Тіпті бізде менде болады балдар 2, 4, 5 пен келеді. Ол уақытта мен лечебный доза именно водный растворды берем. Водный раствор аквадитри деген қарапайым бар. Сонымен көтеріп алуымыз керек. А масляный раствор мен профилактикалық түрде қолданады. Масляный раствор. Керемет. Мына ангина жайлы не айтасыз? Балдарда ангина болады. Енді ангина, ол ангинаның түр-түрі бар. Катаральный, фолликулярный, лакунарный, некротический. Сосын оның себептері бар, мысалы, грибковый, бактериальный, вирусный ангина. Енді ангина болғанда, енді әрине ол первичный ангина бар, вторичный ангина бар. Первичный дегеніміз катаральдық ОРВИ болғанда бола қоятын ангина. Стрептокок енгенде, стафилокок енгенде. Ал цитомегаловирус, мононуклеоз, Эпштейн бар инфекцияларда өздері ангина екінші бір осложнениесі болып табылады. Ангина әрине оны міндетті түрде тексеру керек. Антибиотик алмай тұрып оны мазок алу керек, мысалы. Сосын лор-врач тексеріп, или болмаса педиатр инфекционист тексеріп, баланың ағзасын қарап, тілін қарап, миндалиналардың жағдайы қандай жағдайларда, лакуналар толды ма? Тұрады бар ғой, біреулерде ше, мен байқаймын да. Тамақ қызарып тұрады. Енді қызарып тұрса уже енді бастап жатыр деген сөз ғой, иә? Енді мынандай жағдай ғой. Айтып отырмын ғой, ангинаның этиологический фактор деп отырмын. Себебі әртүрлі. Мысалы, вирустық ангина болады, катаральный. Оған антибиотиктің ешқандай қажеті, емнің қажеті жоқ. Ангина деген кәдімгі миобный миндалина ғой. Ол миобный миндалина мына местный иммунитетке әсер етеді. Ол сол местный иммунитетке бізге көп көмегі бар. Біріншіден ангина тек қана салқын тиді, аяғыңа салқын тиіп, аяғың мысалы мұзға, қарға, не қылым, жаңағы суық тигеннен болмайды.
бірден оған микроб түскеннен кейін контакт болу керек. Сол носительмен. Мысалы, стрептококковый инфекция дейік. Стрептококковый инфекциямен біреу жөтелді ма, сіздің слизистіңізге түсті ма, сол бала ангинамен ауыру мүмкін. Садикте мысалы балдар апарады ғой. Садикке апарып бастағаннан кейін, ой, менің балам ауырып бастады дейді. Ол жердегі хронический носителері болады. Стрептококковый, стафилококковый инфекция. Сол түссе ағзаға, ана баланы заражать етеді ангинамен. Енді қалай емдейміз ангина болған жағдайда? Біріншіден дәрігерге барасыңыз. Дәрігерге барып ангинаның қай түрі екенін анықтау керек, жаңа айтқандай. Лакунарный, катаральный, некротический ма. Оның сосын причинасы именно қоздырғышы қандай екені. Стрептокок, стафилокок, грипп ма, цитомегаловирус, Эпштейн бардан келді ма ол. Осложнение микоплазма инфекция. Соның бәрі анықтағаннан кейін бола ма? Жоқ, жалпы балаға аузына ешқандай манипуляция жасамаған жақсы. Әсіресе 2-3 жасқа дейін. 2-3 жасқа дейін. Жоқ, қажет емес. Себебі деген қазіргі аптектегі көп препараттардың барлығында спирт содержащий болады. Сосын басқа спиртозаменителдер болады. Сосын жаңа лидокаин болуы мүмкін. Мысалы, ол балаға лидокаинге мысалы аллергия беруі мүмкін. Сондықтан да ангина болды деп, сол ангинаны тек тазалап, оның бетін алып тастайтын ондай міндет жоқ ол жерде. Ол небный миндалин өзі ісет, лакуналарға ірің толады. Осы ірің толған уақыттарда мысалы дәрігерге жолған болса, дәрігер анализін алады бетінен, анықтайды қандай микроб екен. Сол микробқа чувствительный антибиотик назначить етуге болады сосын. Түсінікті. Антибактериальная терапия только по строгим показаниям. Түсінікті. Так, өкпедегі сырылда антибиотик бермей емдеуге болады ма дейді. Өкпеде сырыл болады, кейбіреулер шаранасын жұтып қояды, кейбір балдар. Өте дұрыс сұрақ. Антибактериальная терапия деген үлкен проблема. Мен өзім антибиотикті мысалы 20 адам келсе, 20-сына да антибиотик назначить етпейтін уақытым болады. Қыздырып келе берсін, 10 күн қыздырсын, 5 күн қыздырсын, 2 апта қыздырсын. Алдымен мен соның қызудың тудырғышы не? Ол микроб болуы мүмкін. Неден анық? Ол вирус болуы мүмкін. Мысалы, кейде балдар болады, айлап қыздыратын балдар болады. Қыздырат кетеді. Мысалы, цитомегаловирус, герпес инфекциялары бар. Вот сол қыздырғанда сен антибиотик берсең, сен амар құрт жібересің оны. Сосын антибиотик резистентность деген бар. Біз тағы бір 30 жылдан кейін мынандай қарқынмен антибиотик бере беретін болсақ, біз ертең нағыз емдейтін уақытымызда, бактерияны емдейтін уақытымызда, нағыз керек уақытта біз антибиотигіміз қолдана алмай, сол антибиотик ана микробты өлтіре алмай қалуы мүмкін. Уже үйреніп қалады оны. Резистентность дейді оған. Антибиотик резистентность. Балаға антибиотик көп бере бермеген дұрыс дейсіз ғой. Тіпті тек қана антибиотикті дәрігер тағайындау керек. Мына біздің аптектерде өз бастақ аптекте тұрған фармацевттер назначить ете береді. Ойбай, ангина болдың ба, мә сен антибиотикті ала қой, цефазолин дейді, цефтри дейді, мынау ойбай, әсіресе мына цефазолин деген антибиотикті алады. Оның үстіне сосын проба жасамай алып аллергический реакция беріп жатқандар бар. Соны қорытындылап айтқанда антибиотик терапия тек қана по показаниям. Жаңа айтқан сенің сұрағыңа өкпедегі хрипка. Иә, өкпедегі хрип. Кейбір балдар болады мысалы, врожденный стридер дейді. Тіпті ол өзі қырқылдап тұрады, мышық сияқты пырылдап. Ол стридорозный дыхание дейді оған. Ол екі, вот ана сен айтқан шаранасын жұтып қойды, осы дегендей бір әңгіме болады ғой. Көп сөйтіп айтады. Иә, сөйтіп айтады. Ол стридорозный дыхание. Мысалы, бала жатады, пырылдап жатады. Демалғанда сырыл естіліп тұрады мына жерде. Ол неге болады? Неге ол? Трахеяның өзі, баланың трахеясы дамымаған ғой әлі. Ауа райы өткенде, мысалы, шлангіден жұқа шлангіні өзің ішіңе қарай үргенде стенкісі не қылады? Жабысады ғой бір-біріне. Дәп сол сияқты бала демалады ғой. Демалғанда оның трахеясы әлі дамымаған. Бүйтіп кішірейді трахеяның диаметрі. Сол уақытта звук шығады. Ол 2 жаста, 3 жаста дамиды, трахеяның айналасында кальцийлары жақсылап қатаяды. Сонда жаңағы кеткен воздух, ішіне демалған воздухтан жаңағы дауыс шықпайды. Ал оны біздікілер, біздің дәрігерлер... Шарана жұту деген жоқ па? Жоқ, шарана жұту деген әрине жаңағы аспирация околоплодных бол. Ол сол уақытта роддомның ішінде оны деген сорып, сол уақытта емдеп, аспирационный пневмонияны емдеп, оны сол жерде точкасын қояды ғой дәрігерлер. Енді жаңағыдай аспирационный пневмония бар, ол созылмалы түрге айналып кетіп, ол бірақ көбінесе недоношенный балдарда болады. Асфиксия во время беременности, во время родов. Сосын жаңағы овитие вокруг шеи дейді мысалы. Сол уақыттарда, ол сол уақытта уже сол роддомнан шыққанда сол точкасы қойылу керек. Мынау шаранасын жұтты ма, жұтпады ма, оны неонатолог врачтар біледі. Содан кейін ауыл үйіне келіп бала 2-3 ай бұрын жаңағыдай қырылдап жүретін болса, әрине оны зерттеу керек. Көне бірақ жаңағыдай врожденный стридер болады балдарда. Түсінікті аға, жаңағы өкпесінде енді қырыл болса,
дәрігерге бару, ешқандай дәрі бермеу керек. Температура жоқ, өкпесінде. Просто Өкпесін бірінші аускультация. дренажный массаж жасауға бола ма? Жоқ, аускультация жасайды ғой баланы. Мысалы, баланы алып келеді. Менің мамасы айтады, анасы, менің баламда сырыл бар сияқты дейді. Иә, сырыл болады. Оны балады да дәрігер тыңдайды. Өкпе визикулярный ма, ослабленный ма, плеурильный ма, жесткий ма, хрип бар ма, жоқ па, бірінші анықтап алу керек. Бар. Мысалы бар дейді, мысалы, хрип бар, жөтел бар дейді. Оның ар жағын сосын себебін анықтау керек қой. Не, ол респираторный аллергоз ба, ол бронхиальный астма, ол фарингит ба, ол ларинготрахеит ба. Оны әрине оның барлығы дәрігердің деңгейінде шешілу керек. Ол мамасы бірдеңе ойлап, ойбай мына сөйтті-ау деп аптектен дәрі алып беруге болмайды. Дренажный массаж жасауға бола ма? Жоқ, дренажный бір зат айтайын. Мысалы, бала ОРВИ мен кәдімгі жедел респираторлы дезинфекциядан ауырды дейік. Ауырғанда адамның ағзасы слизистый деген болады. Тап мұрнынан бастайды, ауыздан бастайды, жәмейін, гортань, глоткаға, сосын тап бронхаға дейін кетеді. Барлығында слизистый бар. Адам ауырғанда слизистый слиз выделяет етеді, слиз. Сосын жөтеледі бала. Неге жөтел пайда болады? Ана слиз выделяет етеді, верхний дыхательный пути раздражается. Бірінші сухой кашель, сосын ана слиз көбейгенде влажный кашель дейді, қақырға жиналады. Оны тіпті бар ғой, біз тіпті жөтелсін бала. Кейде келеді, бұйбай, менің балам жөтеліп жатыр, мен не берем дейді. Мен айтамын, жөтелсін. Бала жөтелу керек. Қақырт шығарады жөтелгенде. Жұтып қойды дейді, жұта берсін. Жұтқанда ол екі жағдаймен шығады ғой. Сыртқа жұтса жұта берсін, ештеңе емес. Біздің де жөтелді ме? Жөтелді. Біз жөтелді басып тастамауымыз керек. Жөтелсін бала. Егер мучительный кашель болады ғой, мучительный, ана баланы жаңа көк жөтел сияқты мучить етіп, баланы қақырғын шығара алмай, одышка берсе, онда сонда ойланып көруге болады. Берем бе, бермейм бе? Жаңа сен айтқандай вибромассаж қашан жасалады? Дренажный массаж. Мысалы, реанимация жатыр, тяжелый бала. Аңқылдап жатыр. Вибромассажын жасап, жаңағы баланың положениесін өзгертіп, жаңа не уақытында болу, коронавирустың уақытында екпеден жатқызып қойды. Сол уақытта вибромассажын жасап, алдынан отсоспен, хирургический отсоспен шығаруға болады. Сен мамасының өзі ана баланың сырылын көріп, осыған вибромассаж жасау керек деп массажист саған әкеліп, сен оның вибромассаж ондай жоқ. Осы тек дәрігердің нұсқауымен достар, егер дренажный массаж керек болса балаңызға, дәрігерден дренажный массаж қашан керек? Көгереді ғой бала. Қақырық толады ғой. Мысалы шығара алмайды. О, сонда ол дренажный массажын жасап, ингаляцияны жасап, отсоспен сорып алсаң болады. Көрдіңіздер ме достар? Тек өкпе сырылдап жатыр екен деп дренажный массаж именно тамағы қырылдап тұрады, толып. Вот сол кезде ғана можно дейді. Келесі сұрағымыз аға, қазір балдар бар, көп құсатын, фонтан сияқты құсатындар бар, немесе просто бүйтіп құсат емгеннен кейін. Оның себептері көп. Біріншіден, ең әрине ең қауіптісі ол пилоростеноз, пилороспазм дейді. Бала асқазанның пищевод, асқазан, сосын асқазаннан кейін 12 бармақ ішек бар ғой. Сол асқазаннан 12 бармақ ішектің арасындағы өтетін сол жерде ішекте қысылатын болса, пилороспазм, пилоростеноз. Ол сонда тамақ ішкеннен кейін, бала емгеннен кейін, жаңа айтқандай фонтаным лақтып құсып тастауы мүмкін. Сосын бала салмағын терет етеді. Өзі салмағын қоспайды. Сол әр тамақтанғаннан кейін құсуы мүмкін да ол бала. Вот сонда оны жаңағы рентгенге түсіреді контрастный веществомен. Сонда ана жерде пилороспазм как песочница деген болады. Сол жерде сондай болған жағдай болса, оны әрине хирург емдейді оны. Екінші мәселе переедание. Например, баланы рахиттің кезінде, баланың іші ісет, витамин D, кальций жетіспейді, щелочная фосфатазы высокий. Сол уақытта бір айға жетпеген балдар құсаған келуі мүмкін. Қарны ісік болады, метеоризм болады да. Көп балдар шырылдап жылайды, сосын емгеннен кейін құсат деген, оның физиологический, оны мысалы емізгенде де дұрыстап тұрып, омырауына салып, өзінің өзі жаңағында несі бар, методикасы бар емізудің. Сосын ол баланы бірден жаңағы горизонтальный положение әкелмей, бір 20 минуттай вертикальный положениеге хотя бы 30 градусқа ұстап тұру керек. Емізгенде асықпай емізу керек. Жаңағы омырауындағы аузына толды ма, емшектегі сүтіңіз қалай? Ұшын до конца беру керек деді. Беріп, жаңағы воздух жұтпайтындай, сондай бір өзінің бір қарапайым әдістері бар. Сосын тағы да бір мысалы ішекте бір инфекция болса, кейбір балдар болады, құсат дейді да. Іші де өтіп кетуі мүмкін. Іші желденеді баланың. Іші кебет. Сонда не істеуіміз керек? Әрине, оны капрология қағыл тапсыруымыз керек. Баланы мысалы жаңа туған бала 4-5 күнге дейін жасыл сары іші өтіп, сондай ол физиологиялық дұрыс ол қалыпты жағдай. Ал егерде бір айға созылып кетсе, 3 апта, 4 аптаға ішінің ауырғаны, баланың мазасызданғаны, ішінің іскені,
ішінің жаңағы дәретінің сұйықтығы болса, соны құсып басаса, әрине капрология кала тапсыру керек, дәрігерге көрсетіп. Эубиотик, метабиотик, пробиотиктер бар ғой, соны бергенде кейде жаңа орнына келе қояды. Витамин Д-сын қосып, сосын массаж, жаңағыдай нелер бар, эспумизан, бебиноз, баботиктер деген бала. Соны енді баланың енді физиологиялық түрде функционал расстройство кишечника дейді. Көбінесе балдарда кишечник әлі дамымаған кезде жаңағыдай метеоризм болады балада. Ол енді қалыпты түрде. Бірақ жаңағыдай құса беретін болса, бала салмағын қоспайтын болса, оны әрине түбегейлі зерттеу керек, оны қарау керек. Салмақ қоспайды кейбір балдар естеуіне. Қосымша берген дұрыс па ондайларға? Енді былай, егер де омырауының сүті, мамасының омырауының сүті болатын болса, оны 1 жас, 1,5 жасқа шейін емізе берген дұрыс. Бірақ 2 аптадан бастап, 2 айдан бастап прикорм деген болады. Прикорм. Овощной пюре, сок, творог, яичный желток, жаңағындай печенье, мясное пюре дейді. Балаң 2 айдан бастап па? Жоқ, енді 2 айдан 4 ай. 4 айдан бастап беріледі. Әр айда өзінің беретін прикормның тамақтың өзінің атауы болады. Мысалы, бәленше сокты ең бірінші прикормға сок беріп бастауға болады. Фруктовый сок. Бірақ бірінші бергенде тамызып бересіңіз, мысалы. Тамшыдан қалай аллергиясы жоқ па екен. Бірақ қалай болған жағдайда бала өсіп келе жатыр ғой. Омыраудағы сүт, грудной железадағы сүттің оның құнары баймай сосы тұрсында тұрады. Ананың өзінің тағамдануына да байланысты. Мысалы, у беременных, анемия беременных болса, өзінде анемия бар. Өзі 4-5 бала босанды, арасы жиі. Әрине оның омырауында сүттің құнарсыз болады. Кейбір аналардың. Иә, сол кезде тіпті ол жағдай болмаған жағдайда да біз 4 айдан бастап прикорм беруіміз керек. Обязательно прикорм болу керек. Әсіресе овощное, мясное пюре. Мясное пюре деп отқаным, ана анемия болмау керек. Обязательно қасына жаңағы фруктовый соктар қосады, кашылар қосады, әрине жаңағындай. Гречневый каша, манная каша дейтін. Оның барлығына, конечно, несіне де қарау керек, организмде диатез жоқ па, мана айтқандай. Анемия болса не істейміз? Мысалы? Ой, бұл өте күрделі сұрақ. Анемияны көп қазірде бір ауызбен айтқанда, анемия бізде өте көп. Анемияның біріншіден қандай анемия, жаңа айтып отырмыз ғой. Бала недоношенный болса, шешесінің өзі сүті, омырауында сүті құнарсыз болса, прикорм уақытында берілмесе, әрине анемия болады. Бала өсіп келе жатыр. Күнделікті рационда бізге 600 ингредиент адам ағзасына тамақпен ену керек та. Бізде ондай мүмкіншілік жоқ қазір, тем более қазір. Сондықтан да жаңа өсіп жатқан стремительный рост дейді ғой, мысалы 1 жасқа дейін бала өте тез өседі. Сонда бізде балдарды 1 айында, 3 айында, 6 айында, 9 айында, 1 жасында обязательно біз анализ тапсыруымыз керек. Общий анализ крови тапсырылу керек біріншіден. Гемоглобин, железо, ферритин, кальций. Иә, солардың бәрін тапсырып қарау керек. Анемия болған жағдайда не істейді? Анемия болған жағдайда біріншіден рациональное питание жаңа айтқандай. Жаңа айтып кеттік қой. Сосын желез содержащий. Анемияның да дефицитін қандай анемия екенін анықтау керек. Витаминді фолиевый дефицитіне ме, витамин B12 дефицитіне ме, желез дефицитіне ме, оның анемияның да түр-түрі бар. Бәрі бірдеңді жазып бересіздер ғой. Әрине, обязательно. Сосын бізде мынандай бір қалыптасқан бір не бар, қағида бар, анемияны міне дәрігерлердің өздері де кейде жаңылысады, анемияны өте қысқа емдейді, қысқа уақытта да. Оны біз анемияны біріншіден жай бірден ана железі дефицит болды ма, например, 20-дан асу керек, 20, 15, 10-нан 11, 12 мөлшерде болу керек қой железі. Бізде 2, 3, 4 тұр. Соны бірден біздің дәрігерлер жаңа соны ойбай көтерем деп, бірден мысалы инъекционный железі назначить ету мүмкін. Ол кішкене дұрыстау болмайды. Железаны жай көтереміз, бірақ длительно ұстап тұрамыз железені. Профилактикалық дозасында тағы да беріп отырамыз. Мысалы ана айхербтың кейбір мамалары келеді, жаңағы ата-аналар. Мен айхербті беріп едім, мен железім көтерілмей жатыр дейді. Айхерб деген ол БАД, биологически активный добавка. Оны тек қана ол күнделікті сенің қорегіңе кіретін железенің мөлшері ғана бар ол жерде. Лечебный доза жоқ. Лечебный доза аптекте болады. Емдеуші дозалар, например, ол басқаша болады. Мысалы 5-10 мг на килограмм железаға. Оны сен 2-3 айдан 5 айға дейін бересің. Бірақ под контролем железа в крови. Сен көтеріп алмау керексің, себебі железа очень токсичный. Оны резко көтеруге болмайды. Түсінікті аға. Енді мына жаңа айтып жатсыз ғой, В12, ферритин, анемияға ешқандай дәрігердің нұсқауысыз анализ тапсырса бола ма? Тексеріп алу үшін. Болады. Айтып отырмын ғой, 1 айында, 3 айында, 6 айында, 9 айында, 12 айында
ең болмағанда осы айлардың бір екеуінде үшеуінде общий анализ крови, оған ішінде гемоглобин, обязательно железо, витамин Д, щелочная фосфатазасы бар, жаңа витамин В12, фолиевый кислота тексеріп тұруға болады. Витамин Д-ні сіз ең болмағанда 6 айда бір кезек, 4 айда бір кезек тексеріп тұру керек. Витаминді совсем мөлшері аз болатын болса, дозасын жаңа айтып кеттік қой, витамин Д-ның лечебный дозасын беруіміз керек. Содан кейін көтеріп алғаннан кейін профилактикалық дозамен жаймен беріп тұруға болады. Кальций көп болып кетеді ғой кейбір балдарда, иә? Ондай да кездеседі. Ана еңбегі тез бітіп кетеді болады балдарда. Енді бар ғой, мынандай бір не бар да, бізде кейбір біздің дәрігерлерде кейде дұрыс жаңағында нұсқама бермей жатады. Мысалы, большой родничок дейді, жабылып кетті, болды мынаған витамин Д, кальций бермеу керек дейді. Оған қара, ол қате. Одан микроцефалия, жаңағы не жабылып кетті. Оған сіз щелочная фосфатаза, витамин Д, кальций міне. Осы үш анализді қараңыз. Щелочная фосфатаза. Иә, анализ сіз деген клинический қараудың қажеті жоқ. Сол анализ, егер де сіз кальцийіңіз, щелочная фосфатаңыз нормада, витамин Д-ңіз норма болса, онда жақсы профилактический доза бере бер. Жаңа сіз айтқандай қатайып кетті, мынау жаңа кальций еңбегі бітіп кетті, ойбай бұған витамин Д бермеу деген ондай қағида жоқ әрине. Түсінікті аға. Так, достар, сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймыз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіз. Видеоға лайк баспаңыз, лайк басыңыз, тіркеліп алыңыз. Так, келесі сұраққа өзі аз сұрақ қалды. Баланың иммунитетін көтеру үшін қандай витаминдер берген дұрыс дейді? Керемет сұрақ. Бұл керемет сұрақ. Жалпы, Құдай сақтасын, кез келген баланың иммунитеті бар. Иммунитет болады. Тек қана часто болеющие дети деген болады. Часто болеющие дети деген ЧБД дейді оны. Часто болеющие дети дейді. Вот часто болеющие детиде иммунитет жоқ емес ол бала. Иммунитет жоқ болса, Құдай сақтасын. Первичный иммунитет состояние, Луи Барж, оны Құдай сақтасын, анандай бір синдромдары бар. Ондай баланы сен колбада жаңа неде ұстауың керек. Жаңағы капсулада ұстауың керек. Оны біздің кез келген дүниеге келген адам, бала, осы уже сен екі қабаттың ішінде, шешесінің ішінде жатқанда, құрсағында жатқанда, ол иммунитет уже қалыптасады. Бізде көп сұрақ қояды осы, иммунитетті қалай көтереміз деп. Оны дәрі іштен берудің қажеті жоқ па? Иммунитетті иммунокоррегиру, адамның ағзасы, Құдай тағаланың өзі уже сіздің иммунитетіңізді қалыптастырып қойды. Бәрімізде осы тұрғанда сенде, менде, мына інімде де бәрімізде айналамыздағы барлығында иммунитет бар. Иммунитет болмаса біз сағат пасағайын ауырып, ВИЧ-инфекция қалай болады? Вирус иммунодефицит человека, иммунодефицит человека, вирусная инфекция, иммунодефицит спидтің вирусы түседі ғой организмде. Вот міне сонда иммунодефицит болады. Олар қалай қысқа өмір сүреді, мысалы да. Ауырады, бірақ қазір енді иммунный препараттармен, соны иммунитетін көтеріп тұратын препараттармен оның өмірін созады. Ал жаңағы ата-аналардың арасында витамин берсек бола ма, бүйтсек бола ма деген, олай көмектесуге болады. Мысалы, железа төмен болды ма, темір, әрине иммунитет төмен дейді. Себебі железаның өзінің иммунный системаға әсері бар. Сен железа төмен болсын, сенің ұйқың қанбайды, әлсіз боласың, шашың түседі, тістерің қанайды, С витамин жетіспесе, цинга боласың. Жаңа тексеріп біліп ал дейсіз ғой. Тексеріп біліп алып, нақты өзің, бірақ профилактический алып, баттарды жаңағындай алып іше берудің қажеті жоқ. Ас адамның арқауы дұрыстап тамақтанып, тағамды дұрыстап жеп, ішіп жеп, витаминдері бар. Сосын ұйқы, басты ұйқы. Ұйқы болса? Түсінікті аға, рахмет аға, керемет. Мына баланың көзі кейбір балдардың бұлшықтанып жатады да, көздің каналының жабылып қалғанынан ба, или басқа да себептер бар ма? Туа бітті, например, докрацистит деген болуы мүмкін. Слезный мешок жабылуы мүмкін. Онда окулистке барып, аштыртуға болады, промывание дейді оған. Ал жаңағындай аденовирусный инфекция деген болады. Ол жаңағындай воспалительный. Салқын тигеннен. Ол аденовирусный инфекция, конъюнктивит гнойный. Не жақса болады оған? Бірдеңе. Біз онда дәрігерлер айтады дейсіз оған барып өтесіз. Оны дәрігерге, окулист дәрігерге барып, біздің енді деген YouTube канал, жаңа сенің каналыңда деген лечебный болды. Препараттардың аттарын айтпаймыз сірә енді. Иә, түсінікті. Мына ең маңызды көп қойған сұрақтарды қойды аға. Көп аталған осы. ЦМВ деген не, қалай, G болса емдеу керек па дейді, осы жайлы бір. Өте дұрыс сұрақ. Мен өзім 4-5 жылдан бері нақты осы цитомегаловирусный инфекциямен шұғылданам.
цитомегаловирусный инфекция қазір бүкіл дүние жүзінде 7 миллиард халық болса, соның 85-95% қамтылған сонымен, жұққан соларға. Ол өте высококонтагиозный вирус. 7 вирустың жалпы бізде адам ағзасында 200-ге жуық, осы дүние жүзінде 200-ге жуық вирус бар. Соның 7-8 вирусы адамды жұғатты адамға, соның бір кері әсері болады. Ал енді цитомегаловирус иммуноглобулин G деген бар. Туды ма бала? Болды, дүниеге келді ма, олады цитомегаловирус инфекция болады. 85-95%. 5-60%, 10% болмау мүмкін. Туды, ол жұқты, себебі ол түшкіргенде, сілекейден жұғады, биологический материалдан жұғады, половой контактпен жұғады, ересек адамдарда мысалда, поцелуймен жұғады. Ал енді жұқты, бірақ организмнің өзі оны күресті. Цитомегаловирустың инфекцияны, жаңа айтып отқан иммунитет бар ғой? О, сол ғана иммунитет тап әскерлерін жұмсап, жаңа цитомегаловирус инфекцияны жеңіп тастайды. Сосын цитомегаловирус инфекция жеңгеннен кейін острый периодында иммуноглобулин М деген жаңа не шығады? Антитела шығады адамда. М болса, сол кезде М болса, ол острый деген жаңа жұқты деген сөз. Жұққаннан кейін 2 апта, 3 аптадан кейін иммуноглобулин G деген шығады. Ол уже все. Сен ана 4 жасындағы, 5 жасындағы бала келді ғой маған, мысалы. Ол балада 2 жасында ма, 1 жасында ма, ол сол кездескен иммуноглобулин жаңа немен цитомегаловируспен, G соны білдіреді. То есть перенесенный инфекция деген сөз. Тек қана оның титріне де еще қарау керек әрине. Титрі высокий болуы мүмкін, низкий болуы мүмкін, 5-тен аспауы мүмкін, 50-ге дейін болуы мүмкін мысалы. Мысалы 50-ге дейін болса, кішкене титр низкий, вот это хорошо, например. Авидность деген болады. Қай уақытта жұқты екен, ода анализден білуге болады. Жаңа айтқанда иммуноглобулин G барау деп, ойбай менде цитомегаловирус барау деп, оны тек емін ала беруге болмайды. Тем более цитомегаловирус инфекцияға специфическое лечение до конца еще не опробированы. Оны қалай білеміз, оның белгілері болған бар ма? Әрине, цитомегаловирус инфекцияда иммуноглобулин G М шығып атса, қосымша ПЦР тапсырылады. ПЦР. Сілекей, зәр, қан. Сол ПЦР тапсырғаннан кейін ПЦРден шығып атса, оның үшін мөлшерін өлшейсіңіз. Мөлшерін қараймыз. ПЦРдің мөлшерін қараймыз. ПЦРдің мөлшері қалыптыдан жоғары болатын болса, онда специфический терапия, жаңағындай өзінің дәрілері бар, емдейтін. Сосын жаңағындай өзінің цитомегаловирус инфекция, часто болеющие дети, фарингит, пневмония, гепатит, әсіресе нефриттер болуы мүмкін. Кейде атит болуы мүмкін мысалы. Мысалы, лор врачқа барады, балам құлағы ауыр жүр дейді. Оны алады да лор врач антибиотикпен емдейді, бір емдейді, екі емдейді, қайта құлағы аға береді. Сол кезде не істеу керек? Цитомегаловируске тексеру керек. Цитомегаловирустен ПЦРден положительный шығып атса, цитомегаловирус антибиотиксіз противовирусный терапиямен емдесең, баяғы құлақ аққан қоя қояды. Құрметті аналар, менде баласы бар келіншектерге арналған чат бар, WhatsApp чат. Группа ашып қойғанда специальный. Ол жерде балаңызға қатысты, массажға қатысты сұрақтар қоясыз, сұрақтарыңызға жауап аласыз. Өте пайдалы чат, қосылуыңыз. Егер қалай қосыламын десеңіз, описаниеда сілтеме тұр, сол сілтеменің үстін басып қосыла аласыз. Рахмет аға, осындай керемет сұхбатқа. Құрметті көрермендер, түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Барынша енді айтып берді сіздерге. Ештеңе жасырмай, ашылып, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы комментарийға жазып кетіңіз. Аға, сізге де үлкен рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Балалар ауырмасын. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз да. Келесі тақырыпта жолыққанша.